Сәлем достар, соңғы кездері түрлі катаклизмалар туралы естіп жүрген боларсыздар. Катаклизм дегеніміз сол жердегі табиғат жағдайының күрт өзгеруі. Ондай катаклизмаларды біздің Қазақстаннан да өткен айдағы Астана қаласында болған Алапатта ауыл туралы, Шығыс Қазақстан облысындағы торнадоға ұқсас құйын туралы естіген боларсыз. Бүгінгі видеомызда 2018 жылы болған жер планетамыздың түкпір-түкпірінен орын алған түрлі табиғат құбылыстары туралы айтатын боламыз. Ең бірінші соңғы жаңалықтардан да естіп жүрген боларсыз, QIWI жанартауынан бастайық. Гавай аралдарында орналасқан QIWI жанартауы лава шығаруын осы жылдың мамырында қайта бастады. Ұйықтап жатқан жанартау қайта ұйқысынан тұрды. Соңғы рет 1983 жылы Пу-О кратерінен вулкан атқылаған болатын. Дәл қазіргі кезде вулкан қайта басталды. Әзірше тоқтату мүмкін емес, өйткені Әлем, QIWI, Ики және Пу-О кратерлерінен атқылап жатқан вулкан бүкіл оңтүстік-батыс түбекті жауып тастаған. Лава тек қана табиғатқа әсерін тигізіп қойған жоқ. Бірнеше апта бұрын Лейланистейс ауылының шекарасына жетіп, ақш үкіметі 10 000 адамды эвакуациялауға мәжбүр болды. Аралда 17 жарықша пайда болды, яғни жерде жыртылып, арасы ажырап, жарықшалар пайда болуда. Апта сайын 4-5 балдық жер сілкіністері аралдың мазасын қашырды. Аралдағы тұрғындарды құтқарудың өзіне 2,9 миллион доллар кеткен деп хабарлайды. Ал онда үкіметтің ескертуіне құлақ аспай, аралда қалып қойған тағы да мыңдаған тұрғын бар. Ол жақтағы тұрғындарды құтқарып алу әзірше қиындық тудыруда. Өйткені ағып жатқан лавалар ауылдарға апаратын жолдарды жауып тастаған. 50-ден астам электр бағаналары құлап, кейбір ауылдар жарықсыз қалды. Индонезия тұрғындары үшін осы жыл басы тосын құбылыстармен басталған болатын. Ақпанның басында Индонезияның бірнеше аралдарында цунами тұрып, көптеген қалаларындағы көшелер өзендерге айналған болатын. Ал ең көп зардап шеккен Индонезия астанасы Джакарта қаласы еді. Күн сайын жауған нөсер жаңбыр Джакарта бойымен өтетін Чилевунг өзенінің деңгейін көтеріп жіберді. Және аққан судан 5 мыңдаған адам зардап шекті. Бұл су тасқыны ел тарихындағы ең алапат су тасқыны деп тіркелуде. Дәл сол уақыттарда Аргентинада да су тасқыны қаупі төнді. Сальта провинциясы ең көп зардап шекті. 60 мың адам зардап шекті. Жүздеген үйлер мен апартмандар жарықсыз қалып, Аргентина үкіметі үлкен шығын астында қалған болатын. Бір ғана провинцияда су деңгейі бір күн ішінде 1,5 метрге көтерілген болатын. Ал мынау біртүрлі құбылыс Америка штаттарындағы Айдахо Фоллс қаласында болған болатын. Осы жылы қалада аспанда ұшып жүрген құстар топ-тобымен құлай бастаған болатын. Ориентологтардың мәлімдеуінше, бұған кінәлі қалада өткен найзағай және дауыл. Осылардың әсеріне Айдахо Фоллстың аспандағы құстар найзағайға тиіп, жерге құлауда. Дегенмен өте қорқынышты көрінеді. Геологтар осы жылдың мамырында Угандадан жерден қайтадан жарықшақтар пайда бола бастағанын айтқан болатын. Себеп біреу — тектоникалық плиталар. Африканың оңтүстік-батысындағы бұл жарықшақ Угандадан астыға қарай Мозамбикке дейін жалғасып жатыр. Және ғалымдардың мәлімдеуінше, мүмкін миллион жылдан кейін бұл жаңа аралға айналмақ. Бірақ осы жылғы мамырда орын алған жарықшақтардың ені өте қатты өсіп кеткен. Жергілікті тұрғындар қорыққандарынан басқа жерлерге көшуде. Атап өтейік, бұл жарықшақтардың кейбір жерлеріндегі тереңдіктер тіпті 6 қабаттық үйдің биіктігіндей. Бұл тек қана 2018 жылы ғана болып жатқан тосын құбылыстар. Қазақстан сияқты бейбіт тыныш жерде өмір сүріп жатқанымыз бақыт шығар. Сондықтан осындай қадірді түсініп, барынша тек жақсы нәрселер жасайық. Ал сіз өз пікіріңізді қалдыра отырыңыз, өйткені әрбір пікірді оқитын боламын. Және лайк басуды ұмытпаңыз. Сіз үшін жай ғана саусақ тигізу, ал біз үшін ол үлкен қуаныш.